Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздермен бірге 9-10 сабақтың барлық тапсырмаларын түгелдей өтіп талқылайтын боламыз. Кеттік, бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда, сұрақтарға жауап бер. Түркістан неліктен тарихи және киелі орын деп аталады? Яғни бізде мәтін беріледі, сол бойынша бұл жауаптары. Бірінші сұрақтың жауабы: Түркістан қаласының тарихы 2000 жылдықтан бері келе жатыр. 2000 жылдықтан бері келе жатыр. Алғаш қала атауы Шафхар деген атпен араб жазбаларындағы деректерде кездеседі. Ол ежелден Орта Азия мен Тұран даласындағы ең көне қала. Бүгінде Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи қазақ хандары жерленген. Екінші сұрақтың жауабы: қаланың көне атауы туралы не айтасың? Тарихи деректер бойынша Түркістан атауы түркілер елі мекені деген мағынаны білдіреді. Алғашқы атауы Шафхар саналады. Ол сақ тілінде Қаратау деген мағынаны білдіреді. Үшінші сұрақ: осы мәтінге тағы қандай мәлімет қосар едің? Түркістан облысының жеті кереметі, баптардың бабы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, үңгірдегі мешіт, домалағана, кесіріңді анықтайтын құдық, 7 қабат дуалмен қоршалған қала, жылаған ата дегенді қосуға болады. Үшінші тапсырма: қасиетті Қазақстан орталығының іріктеу тізіміне тағы қандай жерлерді енгізуді ұсынар едің? Ибрахим ата кесенесі. Бұл кесене Сайрамның солтүстік шығысында орналасқан шейх Ибрагим Ахмет Яссауидің әкесі мазарының үстіне салынған. Басындағы құрылысы 12-14 ғасырдағы көп уақыт шыдамай құлап қалды. Кесене 19 ғасырда қайта салынды. Бұл кісі көріпкел, әулие кісі болған. Келесі Қарашаш ата кесенесі. Қарашаш ана кесенесі Сайрам орталығында орналасқан. Бұл табиғи ескерткіш 19 ғасырға жатады. Алғашқы кезде кесене 13 ғасырда салынған болатын. Қарашаш ананың шын аты Айша бибі. Ол шейх Мұсаның қызы болған, ал өзінің қарапайымдылығымен, сыпайылығымен ерекше адам болған. Яғни көріп тұрсыздар, бұл тапсырмада қосымша мәліметтерді интернеттен қарауға болады. Келесі Айша бибі кесенесін айтайық. Тараз қаласынан 18 километр қашықтықта орналасқан діни ескерткіш Айша бибі мазары. Айша бибі кесенесі көне орталық Азия түріктер халқының ою-өрнектерінің бай мұражай, сақтаулардың байлығы болып келеді. Қазіргі кезде бұл ескерткіштердің батыс қабырғалы, ал қалған қабырғадан аз ғана суреттер қалған. Келесі 5-ші тапсырма. Бізде 5-ші тапсырмада нені сұрап тұр? Ақпараттарды мәтін бойынша ретімен орналастыр. Бірінші сөйлем бізде 3, мына жерге 3 белгісін қоямыз. 3 белгісі. Екіншісі бұл 4, реттілік бойынша. Үшіншісі 1, және төртіншісі бұл 2 болады. Біздің реттілік бойынша осылай болады. Келесі тапсырмада бізде оқылым мәтіндегі бірге және бөлек дефис арқылы жазылатын сөздер табылыр. Ол жаңағы мәтін бізде берілген. Ол мәтінде міне бірге жазылатын сөздер: Ұлытаудағы, Қара кеңгер, Қарахан, ешбір, тұстас, әртүрлі. Бөлек жазылатын сөздер: Алаша хан күмбезі, Айша бибі кесенесі, Қожа Ахмет Яссауи, Талмасата, болған ана, Қайып ата. Бұл бізде бөлек жазылатын сөздер. Келесі дефис арқылы, яғни арасында кішкентай ғана сызық болады. Ол бізде Оғыз қыпшақ, 10-13, 15-16, сондай-ақ және көбіне көп деген қос сөздер жатады. Келесі бізде Медеу мұзайыны ұлттық саябағы. Менің сүйікті қалам тақырыптарының бірін таңдап, диалог құру керек. Бірге бөлек дефис арқылы жазылатын сөздерге мән беру керек. Міне бұл диалог дәл осылай болу деген міндет емес. Міне, сәлем, қалың қалай, өте жақсы, сенше? Жақсы, сен қай жерде болдың? Мен Атырау, Нұр-Сұлтан, Тараз қаласында болғам. Нұр-Сұлтан. Бұл бізде дефис арқылы жасалып тұр. Саған қай қала өте ұнайды? Маған Нұр-Сұлтан қаласы өте ұнайды. Ал ең сүйікті қаласы қай? Менің ең сүйікті қалам Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтанда не бар? Нұр-Сұлтанда саябақтар, сауда үйлері, мұражайлар және әдемі көрікті жерлер бар. Рахмет, сау бол. Міне осындай бір кішігірім диалог жасауға болады.
Келесі 10-шы тапсырма. Бізде 10-шы тапсырмада жәдігер сөзіне 5 жолды өлең жазу керек. Біріншісі зат есім, бұл бізде зат есім не жәдігер. Екі сын есім жәдігер қандай деген екі сұраққа екі сын есім жазу керек. Қандай? Көне, археологиялық немесе ескі, ерекше деп те айтуға болады. Тек қана екі сын есім болу керек. Және үш етістік. Етістіктің сұрақтары қандай бізде? Не істеді, не қылды, қайтты, иә? Не істеді дегенге үш етістік. Жәдігер бізде не істеді? Есте қалады, аманат болады, сақталады, немесе қызығады, жарқырайды, ерекшеленеді деп те айтуға болады. Дәл осы дағыдай емес, жалпы үлгі ретінде бұл беріліп отыр сіздерге. Келесі төрт сөзден құралған сөйлем. Тек қана төрт сөзден құралған. Мысалы, мұражайда алғашқы жәдігерлер жинақталуда, немесе мұражайда өте көп жәдігерлер бар деген сияқты төрт сөзден құралған сөйлем болу керек. Бесіншісі әрине синоним. Синоним дегеніміз мағыналар ұқсас сөздер, иә. Бізде жәдігер сөзінің мағыналары қандай келеді? Мұра деуге болады, иә. Жақсы. Келесі 11-ші тапсырма. Бізде ой-моншақ, сынып 4 топқа бөлініңдер. Әр топтағы оқушылар кезекпен білім тақырыптары бойынша бір сөйлемнен айтып, өз ойларын баяндап шығу керек. Сөйлемдер бір-бірімен логикалық жағынан байланысып, бір тұтас мәтін құрылуы керек. Қай топтың мәтіні дұрыс, сауатты құрылса, сол топ жеңімпаз атанады. Міне оған үлгі ретінде бұны беріп отырмыз. Мысалы, Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы 12 сәуір 2017 жылы жарыққа шыққан елбасы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында деген осы бір мәтінді айтуға болады. Ал қай мәтін сол дұрыс, сол жеңімпаз болады. Бұл көбінесе сыныпта берілгендіктен үй жұмысына көбінесе берілмейді. Кеттік. Келесі фигуралардың ішінде орналасқан сөздер мен сөз тіркестерінен мәтін құрап жаз. Бұл жерде бізде үлкен мәтін бар. Сол мәтінді сіздерге түсінікті болса баяндайық. Қазақстанның тарихи ескерткіштері. Арыстанбаб кесенесі мен көне отырар жеріндегі сәулет өнер ескерткіші. Түркістан жерін мекендеуші халықтардың арасында мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған халық Арыстанбабқа әулие деп сыйынған. Ел арасында Арыстанбабқа түне, Қожа Ахметтен тіле деген ұлағатты сөз бар. Сондай-ақ Сайрамда бар. Сансызбап, Отырарда Отызбап, Түркістанда Түменбап, ең үлкен Арыстанбап делінеді. Жалғасы мына жерде. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орта ғасырлық сәулет өнері ескерткіші. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі үлкен портальды күмбезі мемориалдық құрылыс. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мешіт, медресе қызметінде атқарған. Кесененің үш қабырғасының үстіңгі жағымен өтетін эпиграфтың фейзе Құран кәрім сүрелері мен аяттары жазылған. Айша бибі кесенесі 12 ғасырда салынған сәулет өнері ескерткіші. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Айша бибі ауылында орналасқан. Айша бибі тарихтан белгілі Қарахан батырдың әйелі. Күмбезі сол Қарахан салдырған. Айша бибі кесенесі республикалық маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштердің тізіміне енгізіліп, мемлекет қорғауына алынған. Көрдіңіздер ме, бұл өте күрделі мәтіндердің бірі. Біз міне мына үш фигуралардың ішіндегі сөздерді құрап, осы сөйлемді құрап отырмыз. Келесі 13-ші тапсырма. Энциклопедия, ғаламтор, баспасөз құралдарынан Қазақстанның көрікті жерлері тақырыбына мәліметтер тауып, диаграмма, сызба, кесте сыз дейді. Мысалы, оны интернеттен де қарауға болады, немесе осы ақпаратты жазсаңыздар да болады. Келесі 14-ші тапсырма. Шығу парағын пайдаланып сұрақтарға жауап беру. Мына сұрақтарға жауап беру. Бірінші, Қазақстандағы көрікті жерлер бөлім бойынша не білдің? Мысалы, Қазақстан көрікті бойынша білім көптеген мәлімет білдім. Нақты қалай айтуға болады? Мысалы, Қазақстандағы Түркістанбаб көне киелі жәдігерлер туралы білдім деп қосымша айтуға болады. Екінші, сен үшін қандай мәліметтер маңызды болды? Мен үшін табиғат жайлы мәліметтер маңызды болды. Одан бөлек көрікті жерлер, көне жерлерді білу мен үшін өте маңызды болды деп айтуға болады. Үшінші, өзіңнің сыныптастарыңның білімін бағала. Өз жұмысыма сыныптас топ ішінде белсенді көңілім толады немесе толмайды, себебі деп оны ары қарай дәлелдеуге болады. Осы бөлім бойынша тағы не білгің келеді, не білгіңіз келеді, соны жазуға болады. Мысалы, осы бөлім бойынша тағы флора, фауна жайлы білгім келеді. Басқа да көне жәдігерлерді одан да көп білгім келеді деген сияқты алуға болады. Бесінші, қосымша қандай ақпарат көздерін оқисың? Қосымша ғаламтор, энциклопедия, кітап, осындай ғаламторларды көремін деп айтуға болады. Видео ұнаса, сабақ осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.